Сосын мынандай нәрсе бар. Екі намазды қосып оқу деген. Оны өтеміз Құдай қаласа. Бізде Ханафи мазғабында тек қана қажылықта ғана рұқсат етіледі. Екі намазды қосып оқу, мысалы бесін кірген кезінде бесімен асырды оқып жібереді. Асырдың уақытысында намаз оқылмайды. Ақшамның уақытысында да оқылмайды. Кейін Муздалифаға түскенде, құптанның уақытысы кіргенде ақшаммен құптанды оқып қояды. Анау Арафада тұру үшін жеңілдік. Осы Муздалифа мен Арафада ғана бізде Ханафи мазғабында рұқсат етіледі қосуға. А сапарда жоқ болмайды дейді бізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда оқыған дейді. Қалған мазғаптағылар сол хадисті алады да, сапарға шықсақ болды, олар қосып оқып кете береді, жеңілдіктер. Біздің Ханафи мазғабында жоқ дейді. Неге? Айша анамыздың хадисін алады. Айша анамыз ашық айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда бесінді дейді, кешіктіріп аяғы жақындағанда оқып, асыр енді кіріп атқанда оқыды дейді. Сырттан қарап тұрсаңыз қосып оқып атқан сияқты, бірінен соң бірі оқыды дейді. Айша анамыз айтады, жоқ, пайғамбарымыз бесінді өзінің уақытында оқыды, ең аяғында оқыды дейді. Асырды енді кіріп атқанда оқыды. Арасында көп болса шамалы зікір етіп аздап отырып не істеген шығар мүмкін. Бірақ сыртқы көрініспен қарағанда екі намазды қосып оқыған болып есептелінеді. Айша анамыз айтады, жоқ, уақыттары бөлек еді дейді. Сыртқы суреті қосып оқығанмен уақыттары бөлек. Ақшаммен құптанды да сөйтіп оқыды дейді. Ақшамның аяғында құптанның басын кіргізіп барып оқыды дейді. Түсінікті ме? Сондықтан ол хадис жаңағы сапарда қосып оқыды деген бір жағынан аятқа қайшы келіп жатыр. Аятта инна солата канат алал муъминина китабан мауқута. Аллах тағала айтады, намазды уақыт-уақытқа бөліп қойдық дейді. Әрбір намаздың өзінің уақыты бар деп жатыр. Хадис біріншіден қайшы келіп қалды, екіншіден жаңағындай нелері болды. Айша анамыздың түсіндірген нәрселері болды да, сондықтан ол хадисті біз жаңағындай уақытының соңында оқып, мынаны уақытының басында оқыса болады дейміз. Екеуін бір уақыттың ішінде болмайды дейміз. Тек қана Муздалифа мен неде ғана ол өзінде мутаватыр хадистер келеді, кескінді. Көп немен риуаят етілгендіктен, ол Құранның деңгейінде болғандықтан біз оны хамил қыламыз бір-біріне. Яғни басқа кезінде әрбір намаздың уақытысы бар, қажылыққа келгенде именно бір күнде сол Арафа мен Муздалифада қосып оқуға болады деген, өйткені хадис мутаватырда дәрежесі жетеді.